The way you talk to me, saying you can talk to me however you like. Әже, менің көйлегім қайда? Көйлегім бағана кеше ғана тұр еді ғой осында жерде. Әже, менің көйлегімді кірге салып жуып жіберген жоқсыз ба? Жоқ ой, қызым, сенің көйлегіңді көрген жоқпын мен. Әже, ол кеше ғана столдың үстінде тұрды ғой, ата или сіз алдыңыз ба? Жоқ ой, қызым, мен не істеймін сенің көйлегіңді? Мен де алған жоқпын. Әлде сен алдың ба? Жоқ, мен алмадым. Кім алды енді? Ол кеше ғана тұрған зат қой. Өзіңізді жоғалып кетпейтін шығар. Қызым, өзің басқа жерге қоя салған шығарсың, өзің іздеп көрсей. Жарайды. Бірақ та ол кеше ғана түнде осы жерде тұрды. Қайда қойдым мен оны? Осы жерге қойған сияқты едім ғой. Мұнда жоқ. Столдың үстінде тұрды ғой осы жерде ғана. Қайда қойдым мен оны? Қызым, сен алсам мойындай салсай. Жоқ, әже, мен алмадым. Может, сен бүлдіріп қойып тыға салған шығарсың любой жерге? Жоқ, әже, мен оған тиіскен жоқпын. Тек түнде көрдім да, сосын ұйықтап қалдым ғой. Жоқ, еш жерде жоқ. 2 сағат бойы жасаған еңбегім босқа кетті. Біреу алды да оны тықты. Алло, тез үйге келші. Все, мына жетіп қалдым. Не болды таң атпасын шақырып? Менің кеше ғана жасаған көйлегіміз жоқ уже. Не? Қалайша жоқ? Осы жерге қойып кетіп едік қой. Сен оны бір жерге қоя салған шығарсың? Жоқ, барлық жерде іздеп көрдім, мен еш жерге қойған жоқпын, еш жерге. Сен алған жоқсың ба ол көйлекті? Құмаш, мен не істеймін оны алып? Осы жерге қалдырып кетіп қалған мен. Енді не киесің конкурсқа? Білмеймін, қайтадан жасап көрерміз ба? Жарайды, жасаса жарайық енді. Жүреміз жапырақ теріп. Кеттік енді, тез серейік, үлгермейміз. Осы сен алып тұрсың, оны біліп тұрмын мен. Құмаш, мен алған жоқпын. Жарайды, көреміз. Все, дайын, жақсы болып шықты. Қазір уже түс болып қалыпты ғой, конкурс басталатын уақыт болып қалды. Тез киімді ауыстыр. Жайлап шыға берейік уже. Жарайды. Кеттік. Әже, все, мен конкурсқа кетіп бара жаттым. Тоқтаңдар, атаң бата береді. Қолын жай. Аумин, все, барыңдар. Адамдар уже жиналып жатыр екен ғой, иә, дайындалатын бөлмеге кеттік. Так, тамақтарды сен мына жаққа қоясың. Қазір әжемнің пирогі піскен жоқ, қазір пісіп қалады. Кел, боянып дайындалып алсай. Жарайды. Бәрі дайын ба? Иә, бәрі дайын, бәріне айттым, дауыс берсін дедім. Сосын мен тұзды да алып алдым. Анау жаңа пирогына себеміз ғой. Иә, әрине, все дайын онда. Анау менің көйлегім емес па? Тура менікінде ғой шо. Иә, сен ұрлап алғансың ба? Иә, не болыпты? Зато маған жарасады. Оңбаған ұялмай айтып тұрғанын қараш, қашан ұрлап үлгергенсің сен? Не қыласың оны қашан ұрлағаныңды? Не істедің пирогтарыңыз? Мына жерге қойыңыз. Так, мынау сіздердікі. Мынау сіздердікі. Все. Так, мынау сенікі, мынау біздікі. Нечестно, тура менікіндей көйлек киіп алыпсың. Бәрі өте честно. Енді жаңағы тірлікке кіріс. Все, қостым. Ал, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің осындай керемет концертімізге қош келдіңіздер. Конкурсымызға бастайық. Ал, құрметті көрермендер, осындай конкурсқа қош келдіңіздер. Барлықтарыңыз жиналып қалыпсыздар. Ал енді біз бастаймыз. Конкурсымызды білесіздер, ауылдағы ең пысық, ең әдемі, ең керемет күшті қызды анықтайтын боламыз. Жеңген қызымызға осындай корона береміз. Қараңыздар, өте әдемі корона. Түсінбеген нестерінде жоқ адамдар болса, бізде конкурсымыз 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең өз-өзін таныстырады. Екінші кезең өзінің өнерін көрсетеді. Үшінші кезеңде тамақ жасайды. Төртінші кезеңде болса, өзінің киім жасап қол өнерін көрсетеді. Бұдан 5-ші кезеңі боянады. Қайсысы ұнайды, соған дауыс бересіздер. Бәрі әділ өтсін.
ешқандай да таныс паныс дос туыс деген нәрсеге қарамаймыз. Уже басталып кетіпті ғой. Қазір мен шығамын, кішкене толқып тұрмын. Қорықпа, сен жеңесің. Фотоны жасаған суретің өте әдемі. Қазір мен жеңем, ол жеңбейді. Шығатын уақытымыз болып қалған сияқты. Кеттік. Ал ендеше біздің өзіміз екі үміткер қыздарымызды шақырамыз. Мөлдір және де Қарлығаш ортаға шығыңыздар. Қазір көресің кім жеңетінін. Әрине Қарлығаш жеңеді. Ал бірінші кезең ол бізде өзімізді таныстыру. Ал екі қыздарымыз таныстырсын. Сәлем, құрметті көрермендер. Менің есімім Мөлдір. Сіз неге маған дауыс беру керексіз? Себебі мен ауылдан емеспін. Қаладан келдім 3 айға уақытша. Мен осындай конкурстарға бірінші рет қатысып тұрмын. Мені қолдап, маған дауыс беріңіз. Мөлдір, жарайсың, молодец. Мөлдірге дауыс береміз. Немене? Маған дауыс беру керек еді ғой. Ал енді Қарлығаштың кезеңі. Менің есімім Қарлығаш. Не болды, сөзімді ұмытып қалдым ба? Қайталап қойса болады. Мен Қарлығашпын. Осы ауылданмын. Қызық емес, сөйлей алмайды даже. Давай, Карла. Сөзімді ұмытып қалдым. Жарайды, ешкім кетпейді. Бірінші сайыста әрине кім жеңгені сөзсіз белгілі болып тұр. Әрине бізде Мөлдір жеңді. Бірінші конкурсымыздың нәтижесінде Мөлдір жеңді. Ал енді екінші конкурсымыз басталсын. Екінші кезең басталсын. Екінші кезең ол бізде қолөнер. Мінекей біздің осындай заттар жасап алып кетті. Ал Мөлдір басталсын. Менде осындай сурет, осындай жабыстырып бәрін жасадым. Өте әдемі. Мен осындай жасағанды жақсы көремін. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ал ұнаса сіздер де маған дауыс беріп кетіңіздер. Ал менде осындай коробка. Бұны ағаш, мен бұны өзім жасадым. Бұның ішіне кез келген заттар салса болады. Болды. Сурет өте әдемі шыққан, иә, соған дауыс береміз. Суретке дауыс береміз бәріміз. Неге ұнамайды сендерге коробка? Несі жаман бұның? Ойнамаймын мен онда. Бізде бір үміткеріміз кетіп қалды, бірақ та әрине Мөлдір сөзсіз жеңіп тұр. Сол үшін біз оған осындай коронаны табыс етеміз. Мөлдір, жарайсың, молодец, Мөлдір, жарайсың. Рахмет барлықтарыңызға, маған дауыс бергендеріңіз үшін рахмет. Біздің конкурстың жеңімпазы Мөлдір. Мөлдір бізде осы ауылдың ең күшті қызы, ең пысық, ең керемет қызы болып саналды. Құттықтаймыз. Вау, рахмет бәріне. Ал жақсы. Бізде конкурс аяқталды. Барлықтарыңызға, қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Жыныма неге маған ешкім дауыс бермейді? Сен айтып едің ғой, барлық достарыма айттым деп. Олар келген жоқ. Тем более концерт басталардың алдында айтты ғой, туысқандар анау достық деген болмайды деді. Әркім өзі қайсысын айтса соған дауыс береді деді ғой. Достарым сатып аяқ астынан Мөлдірге дауыс беріп жатыр ғой. Мен білмедім, бірақ та мен саған дауыс беріп отырдым. Неменеге ешкімге ұнамайды мына коробка? Мен бұны 2 сағат бойы жасадым ғой осыны. Жарайсың, Мөлдір, молодец. Иә, күшті болды, маған өте қатынады. Немене енді қуанып тұр ғой, дым болмағандай. Енді жылау керек емес шығармыз, сен сияқты. Вообще нетесіне болды ғой мынау конкурсы. Конкурсы құрсын. Менің көйлегімді ұрлап алып сөйлейді ғой. Я өте әдемі шықты, жарайсың. Адам өзі сөйлей алмаса, бір параққа жазып алып сөйлемей ма? Еще маған әңгіме айтады. Жап-жақсы дайындалып ұтылып қалғаным жаман болды ғой. Болды, жыламашы. Не болды конкурс үшін? Келесіде ұтасың, может. Позор болып қалдым, дым абыройым қалмады, енді мені ешкім сыйламайтын болды ғой. Все, онда үйге қайттық жеңіспен. Пирогымыз қалып қапты ғой. Бірақ та бетінің бәріне тұз сепіп сапты ғой мынау. Жынды ғой деймін, бетіне тұз сепсе дәмі өзгермейді ғой, соған да ми жетпей ма? Ай, қатырасың. Өзің жасаған пирогтарын алып кетейік.
Все, кеттік үйге. Әже, біз келдік, мен жеңдім. Ойналайын, жарасың, молодец. Міне менің суретім. Бәрі маған дос берді ғой. На, пирог. Вот, осылай болды да, сосын мен жеңіп кеттім ғой. О, қызым, жарайсың, молодец. Иә, сол үшін пирогтан жейік. Бүгінгі күні маған қатты ұнады, себебі ол бұл күн естен кетпейтіндей күн болды.